Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қытырлақ қазіргі хит болып жатқан мини чебуректер дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен тысымызға қайнаған ыстық суды, оның үстіне жарты шай қас тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып, електен өткізілген ұнымызды 2-3 бөлікке бөле отырып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды 7-8 минутқа дейін осылай илеп аламыз да бетін жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындайық. Ол үшін осындай орташа көлемде пиязымызды жіңішке етіп көбіктеп турап аламыз. Дәмдірек болу үшін кішкене табаға май құйып, жаңа пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Енді суда піскен картоплымызды осылай езіп алып, жаңағы табада қызарған пиязымызды үстіне саламыз. Енді татымына қарай тұз, қара бұрыш, паприкадан салып, жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Неге өзімен салмасы дайын болды. 20 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, ұн себе отырып, мантының қамырындай етіп, жұқалап жайып аламыз. Алдымен осылай қолымызбен, кейіннен оқтаумен жайып алатын боламыз. Неге қамырымыз жұқа етіп жайылды, енді кесуге дайындаймыз. Тура мантаныкіндей етіп, осылай орап алып, пышақтың көмегімен кішкене ғана төртбұрыштай етіп кесіп шығамыз. Енді бір шай қасықтан салмамызды қамырға салып, осылай бөгетін боламыз. Бірінші 4 бұрышын, одан кейін шеттерін осылай жауып аламыз мықтылап. Қалған чебуректеріміздің барлығын дәл солай бірінші 4 жағын жабыстырып алып, одан кейін шеттерін осылай жабыстырып аламыз. Енді дайын болған чебуректерімізді қызып тұрған майда 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай қасықпен бетіне май құя отырып пісірсеңіздер, топ-томпақ қытырлақ болып әдемі болып шығады. Неге бір жақ беті пісіп шықты, енді екінші бетіне аударамыз. Пісіп шыққан чебуректерімізді табадан алып, тарелкеге қойып шығамыз. Барлық чебуректерімізді дәл солай пісіріп алатын боламыз. Неге өзімен біздің қытырлақ әрі дәмді мини чебуректеріміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деп сенемін. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.